Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай өте дәмді болып шығатын пахлава пісіреміз. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағы мен сарысını ажыратып аламыз. Жұмыртқаның сары уызы ақ уызына мүлдем түсіп кетпеу керек. 5 жұмыртқаны дәл осы видеода көрсетілгендей ақ уызы мен сары уызын ажыратып аламыз. Ағыны тоңазытқышқа сала тұрамыз, сарысыны біз қамырға істететін боламыз. Енді қамырды бастаймыз. Ұнға қопсытқышты араластырып, сары майды өкіштен өткізіп, осылай ұнның үстіне саламыз. Сары майды ұнға осылай батырып тұрып өкіштен өткізсеңіздер, оңайлау болады. Енді қолымызбен осылай барлығын араластырып шығамыз. Барлығы толықтай араласып кету керек. Енді оның үстіне жұмыртқаның сары уызын саламыз. Сосын қаймағымызды саламыз. Қаймақтың кез келген проценті жарайды. Енді осының барлығыны араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қалған ұнымызды саламыз. Өздеріңіз қарайсыздар, тағы да ұны аз болса қосасыздар. Бізде осындай өте жұмсақ қамыр болады. Қамырды 4 бөлікке бөліп аламыз. Барлығы теңдей болу керек. Қамырларды осындай пакетке салып, тоңазытқышқа сала тұрамыз. Біз енді ішіне салатын кремін дайындаймыз. Жұмыртқаның ақ уызына шым-шым тұз салып, миксермен ағарғанша көпіртіріп аламыз. Қантты 2-3 бөлікке бөліп, салып, тағы да жақсылап миксермен араластырамыз. Қантты осылай қатты еріп кетудің керегі жоқ, көп араластырмаймыз миксермен. Барлығы толық араласса болды. Оның үстіне енді жаңғақ пен мейізді салып, араластырып аламыз. Біздің начинкамыз дайын болды. Енді қамырларымызды жаюды бастаймыз. Қамырдың ең астыңғы бөлігіні үлкендеу етіп жайып аламыз. Листке осылай салып, шеттеріні кішкене көтеріп, жайғастырып шығамыз. Оның үстіне кремді осылай жайып салып шығамыз. Сосын кейінгі қамырларды да барлығын жайып, барлығыны осылай салып, үстілеріне кремді жағып шығатын боламыз. Кремді салған кезде мен көз мөлшерімен сала берем, өлшемеймін. 3-ші бөлігі міне осылай салдық. Үстіне тағы да кремді жағып, сосын 4-ші соңғы қабатыны саламыз. Шеттеріні жақсылап қысып, осылай жауып шығамыз. Ішінен крем шығып кетпеу керек. Енді пышақпен кесіп шығамыз. Кесіп, сосын үстіне жұмыртқаның сарысыны жағып шығамыз. Сосын үстіне безетуге жаңғақтың бүтіндей әдемі бөліктеріні осылай қойып шығамыз. Қою міндетті емес, қоймасаңыздар да болады. Не болмаса, аздап барлық жеріне емес, жартысына солай араластырып, әсемдеп қойсаңыздар да болады. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз. Пісіп шыққан пахлавамыздың үстіне балға аздап су араластырып, үстіне осылай жағып шығамыз. Жалтырап, жұмсақ болып, өте әдемі болып шығады. Дайындап көріңіздер, қатты қиын емес, өте жұмсақ, дәмді болып шығады, дастарханның көркін ашады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментария қалдырып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты рецепттермен бөлісіп отыратын боламын.